Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы машиналық оқытудың танымал алгоритмдеріне шолу. Ең алдымен машиналық оқыту дегеніміз ол жасанды интеллекттің маңызды бір саласы. Жалпы машиналық оқытудың негізгі идеясы алгоритмдерді белгілі бір ережелерсіз алдын ала бағдарламаламай-ақ деректер негізінде үйрету. Бұл әдістің дәстүрлі әдістен айырмашылығы ол жүйенің нақты тапсырмаларға бейімделуіне және де жаңа мәліметтермен жұмыс істей алуына жағдай жасайды. Келесі біздің қарастыратынымыз ол машиналық оқытудың түрлері. Ең танымал 3 түрі бар: бақыланатын оқыту, бақыланбайтын оқыту және де мұғаліммен оқыту. Бақыланатын оқыту ол модель белгіленген деректермен оқытылады, ал бақыланбайтын белгіленбеген деректермен оқытылады. Мұғаліммен оқыту дегеніміз бұл жерде модель ортада әрекеттерді орындайды. Содан кейін ғана күй жаңартуларымен кері байланыс алады. Ең алдымен бақыланатын оқыту түріне тоқталайық. Бақыланатын оқыту модель алдын ала белгіленген деректер негізінде үйренетін әдіс. Әр кіріс үлгісіне сәйкес бір мақсатты айнымалы болады. Оны модель болжауға тырысады. Бізде суретте жаңа бақыланатын оқытудың мысалы келтірілген. Жалпы есептеріне тоқталатын болсақ, бақыланатын оқытудың классификация және регрессия деп аталатын екі мысалы бар. Классификация ол модель объектіні белгілі бір категорияға жатқыза алады, ал регрессия модель үздіксіз мәндерді болжай алады. Үй бағасын, температура және тағы да басқа мәндерді болжау. Бақыланатын оқытудың алгоритмдеріне тоқталатын болсақ, бірнеше алгоритмі бар. Олар сызықтық және логистикалық регрессия, шешім ағаштары, трек векторлар әдісі, кездейсоқ орман, градиентті бустинг және де нейрондық желілер. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, сызықтық регрессия бұл үздіксіз мәндерді болжауға арналған қарапайым модель. Ол белгілердің сызықтық комбинациясына негізделген. Міне бізде мысал келтірілген суретте сызықтық регрессияға. Ал мынау бізде сызықтық регрессияның өзінің арнайы формуласы. Бұл алгоритмнің артықшылығы түсінікті және де интерпретацияға жеңіл. Ал кемшілігіне тоқталатын болсақ, сызықтық тәуелділікке шектеулі болып келеді. Келесі, бұл жаңағы сызықтық регрессияға тағы да бір мысал келтірілген. Логистикалық регрессия алгоритміне тоқталатын болсақ, бинарлы классификация үшін қолданылатын алгоритм болып саналады. Объектінің белгілі бір классқа жату ықтималдылығын болжайды. Мынау бізде негізгі формуласы, міне көрсетейін үлкен қылып, түсінікті болсын деп. Төменде суретте мысал келтірілген, формуласын түсіндірілген түрі. Бұл алгоритмнің артықшылығы бинарлы міндеттерді жақсы жұмыс істейді. Ал кемшілігі сызықтық емес тәуелділіктерге бейім емес болып келеді. Келесі шешім ағаштар алгоритмі. Бұл мәліметтерді шекті мәндер бойынша бөліп, солардың көмегімен шешім қабылдайды. Мысалы келтіретін болсақ, міне бізде сурет көрсетілген. Банктың клиентіне несие бермеу туралы шешім дейді. Банктың клиентінің алдымен жасын возраст 40 деп көрсетілген. Егерде оның жасы 40-тан үлкен болса, онда нет деген бағытпен кетеміз. Бұл жерде білім деңгейі жоғары, орта және арнайы дегенге байланысты бөлінеді. А егер 40-тан төмен болса, жаңағы образованиесіне қарайды. 40-тан жоғары болса, ол адамның өзінің атында үйі бар ма, жоқ па деген сұрақты қарастырады. Егерде үйі бар болған болса, онда бірден бізге несие беріледі. А егерде жоқ болатын болса, ол адамның айлық, жылдық табысын тексереді. Егерде оның айлық, жылдық табысы, мысалға алайық, жылдық табысы 500 мыңнан, болмаса 5 миллионнан жоғары болатын болса, онда кредит беріледі. А егер төмен болса, онда жоқ деген жауап шығады. Бұның барлығы бізде шешім ағаштар алгоритміне жатады. Бұл алгоритмнің бір ерекшелігі, артықшылығына тоқталатын болсақ, ол интерпретацияға жеңіл болып келеді. Ал қайта оқуға бейім. Бұл бізде кемшілігі болып саналады. Келесі
Ол дегеніміз бірнеше класстар үшін шешім ағашының мысалы суретте көрсетілген публикация қандай формаға сәйкес келеді дейді. Бұл жерде бір емес бірнеше формалар көрсетіледі, 3 бағытты бірден қарастырады. Ол монография болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, немесе мақала болуы мүмкін деген сияқты. Мақаланың өзінің ішінде де научный, болмаса бұқаралық ақпараттар құралдар мақаласы, болмаса басқа да бір жинақтардың мақаласы деген сияқты бөлінеді. Сол себепті бұл бізде бірнеше класстар үшін шешім ағашының мысалы болып саналады. Келесі алгоритм түрі ол тірек векторлар әдісі. Класстарды ең үлкен қашықтықпен бөлетін гипержазықтықты құрайды. Мысал келтіретін болсақ, қолмен жазылған сандарды тану. Қаламсаппен жазылған сандарды біз түсініксіз қылып жазатын болсақ, дәл осы алгоритмнің көмегімен оны танып, түсінікті тілге өзгертіп бере алады. Артықшылығы аз ғана мәліметтермен өте жақсы жұмыс жасайды да, ал мәліметтер саны көбейген кезде көлемі, онда жұмыс істеу процесі баяулайды. Келесі алгоритмнің түрі ол тірек векторлар әдісі. Бұл әдістің негізгі идеясы классификацияланатын объектілерді сипаттайтын белгілер кеңістігіндегі векторларды өлшемі жоғары кеңістікке бейнелеу. Бұл өлшемі жоғары кеңістікте сызықтық бөлінушілік деңгейі өлшемі төмен кеңістікке қарағанда жоғары болуымен түсіндіріледі. Келесі алгоритмге тоқталатын болсақ, ол дегеніміз random forest, яғни кездейсоқ орман алгоритмі. Бұл дегеніміз бірнеше шешім ағаштарының ансамблі арқылы дәлдікті арттырады, ал қайта оқуды азайтады. Бұл алгоритмнің ерекшелігі жоғары дәлдік, міне көрсетіліп тұр, ал кемшілігі интерпретация қиын болып жүзеге асырылады. Бізде жаңа мысал келтірілген кездейсоқ орман ағашына. Келесі градиентті бустинг алгоритмі. Бұл бізде соңғы алгоритм түрі бақыланатын оқытудың. Қателікті азайту үшін ағаштарды бірінен соң бірін құрып жақсартатын тәсіл. Яғни кемшілік азайту мақсатында қолданылатын алгоритм деп атасақ та болады. Мысал ретінде маркетингтегі клиенттерді классификациялау дегенді алсақ болады. Бұл дегеніміз градиентті бустинг алгоритміне мысал болып саналады. Бұл алгоритмнің артықшылығы жоғары болжамдық қабілетке ие, ал кемшілігі гиперпараметрлерді мұқият баптауды қажет етеді. Келесі машиналық оқытудың түрі ол бақылаусыз оқыту. Бұл модель таңбаланбаған деректер арқылы оқытылатын әдіс. Онда жасырын құрылымдар мен тәуелділіктерді анықтауға тырысады. Бізде төменде суретте жаңағы бақыланбайтын оқытудың мысалы келтірілген. Бұл жердегі мысалдар кластеризация, өлшемділікті азайту және аномалияларды анықтау деп үшеуге бөлінеді. Кластеризация дегеніміз ол деректерді ұқсастығына қарай топтастырады. Өлшемділікті азайту дегеніміз деректерді визуализациялау немесе кейінгі модельдерге дайындау үшін жеңілдету. Үшінші, аномалияларды анықтау, деректердегі ауытқуларды табу. Бұл бақылаусыз оқытудың 3 негізгі алгоритмі бар. Олар K-means, иерархиялық кластеризация және де негізгі компоненттер әдісі. Ең бірінші K-means кластеризациясына тоқталайық. Ол деректерді олардың ұқсастығына қарай K-кластерлерге бөледі. Төменде суретте көрсетілген, мысал, клиенттерді сатып алу тәртібі бойынша сегменттеу. Бұл бізде кластеризация, K-means кластеризациясына мысал ретінде келтіріледі. Бұл кластеризацияның, яғни алгоритмнің артықшылығы өте қарапайым, қолдануға тиімді. Ал кемшілігі кластерлердің бастапқы орнын таңдауға сезімтал болып келеді. Екінші түрі иерархиялық кластеризация. Кластерлердің ағаш тәрізді құрылымын жасайды. Бізде суретте міне ағаш тәрізді құрылымы көрсетілген. Бұл иерархиялық кластеризация болып саналады. Бұның бір артықшылығы кластерлер санын алдын ала көрсетуді қажет етпейді.
яғни кластерлердің санын анықтау нақтылау маңызды емес. Ал кемшілігі есептеу жағынан жоғары күрделілікке ие. Есептеу процесі өте ұзаққа созылады, себебі күрделі болады. Үшінші алгоритм ол негізгі компоненттер әдісі. Деректердің өлшемділігін азайту әдісі деп те аталады. Мысалы, міне суретте көрсетіп тұр, суреттерді сығу, яғни қысу. Соның процесінде суреттің нәтижесі әртүрлі болып өзгереді. Бұл әдістің ерекшелігі, болмаса артықшылығы десек, белгілер санын азайтуға болады, ал кемшілігі ақпараттың жоғалуына алып келуі мүмкін. Бұл негізгі компоненттер әдісі мұғалімсіз оқыту алгоритмі болып саналады. Ол деректердің өлшемділігін азайту және ең ақпараттық белгілерді анықтау үшін қолданылады. Негізгі компоненттер әдісінің ассоциативті ережелеріне тоқталатын болсақ, олар үлкен деректер жиынтықтарында айнымалылар арасындағы заңдылықтарды анықтайды. Мысалы, супермаркеттегі сатып алушы себеттерін талдау. Бұл бізде ассоциативті ереже болып саналады. Келесі